Ыбырай Алтынсарин. Өтіріктің залалы. 3 кісі жапанға шығып, күні бойы құс аулап, жалғыз-ақ шүреге үйрек атып алыпты. Кешке бір жерге келіп отырып сөйлеседі. Бұл үйректі үшеуміз жеп тоймаймыз, біреумізге жөні болмайды деп. Ішінде бір қу жігіт екен, бұл айтты. Оған ақыл табылады. Үйректі пісіріп, жауып қоялық та, үшеумізде жатып ұйықталық. Қайсымыз жақсырақ түс көрсек, үйректі сол жесін деді. Осыған сөз қойысып, үйректі пісіріп жауып, өздері жатып ұйықтағанда, манағы қу тұрды да үйректі жеп алып, табағының үстін әуелгіше жауып қойды. Ертең жолдастарымен бірдей тұрып, қу сұрады. Не түс көрдіңіздер деп. Біреу айтты. Мен ақ боз атқа мініп, алтын тәж киіп, көкке ұшып жүр екенмін. Екіншісі айтты. Мен ұшпаққа кіріп, хор қыздары маған қызмет етіп жүр екен. Сонда қу айтты. Екеуіңдікі де рас, мен түсімде сендерге қарап тұрып едім. Бірің патша болып көкке ұшып кеткен соң, енді бірің ұшпаққа кіріп кеткен соң, бір шіреге үйрекке бола қайтып келіп жатар деймісің деп, үйректі мен жеп қойдым, дейді. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Үшінші кісінің әрекеті дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Ыбырай Алтынсарин бұл әңгімесінде сендерді досқа адал болып, өз қара басын ғана ойлайтын қулардан аулақ болуға шақырады.